Hello children, how are you? Today our new theme present simple. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз present simple, яғни жай осы шақ. Learning objectives. Use present simple forms correctly in affirmative, negative and question sentences. Learning to make sentences. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мақсаты жай осы шаққа болымды, болымсыз, сұраулы сөйлем құрап үйрену. Okay, let's begin our lessons. Бірден жай осы шақтың формуласынан бастайық. Subject, verb. Subject дегеніміз зат есім, verb дегеніміз етістік. Okay. Let's begin. Complete the sentences. For example, I work. Мен жұмыс істеймін. You study. Сен оқисың. We laugh. Біз жақсы көреміз. They read. Олар оқиды. I swim. Okay, next. Complete sentences. He, she, it. Жақсы балалар, енді есімдіктің үшінші жағы he, she, it-ға сөйлем құраймыз. Формуласы he, she, it, verb. Жақсы, бұл жерде балалар түсіндіретін жері бар. Бұл жерде flies, бұл жерде Hello children, how are you today? Today our new theme, present simple. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз present simple, яғни жай осы шақ. Learning objectives use present simple forms correctly in affirmative, negative and question sentences. Learning to make sentences. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты жай осы шаққа болымды, болымсыз және сұраулы сөйлем құрап үйрену. Okay, let's begin our lessons. Балалар, бірден жай осы шақтың формуласынан бастайық. Subject, verb. Subject дегеніміз зат есім, verb дегеніміз етістік. Сонымен сөйлем құрайық, өте оңай. Okay, complete the sentences. For example, I work. Мен жұмыс істеймін. You study. Сен оқисың. We laugh. Біз жақсы көреміз. They read. Олар оқиды. I swim. Мен жүземін. Келесі. He, she, it-ға сөйлем құраймыз. Формуласы he, she, it, verbs. Бұл жерде етістікке и немесе s жұрнағын жалғаймыз. For example, flies, tries, cries, studies. Бұл жерде study деген етістікке es жалғанады. Және де бұл жерде y әріпі автоматты түрде айға айналады. Себебі бұл жерде study y әріпінің алдында дауыссыз дыбысы тұр. Сол үшін ол I әрпіне айналады. Оның алдында, мысалы Y әрпінің алдында дауысты әріп тұратын болса, ол еш өзгеріссіз S әрпі жалғанады. Мысалы, I fly, he flies, I play, she plays. Мына жерде дауыссыз әріп тұр, сол үшін I әрпіне айналып тұр. Ал мына жерде алдында дауысты дыбыс тұр, сол үшін ешқандай өзгеріссіз S жалғауы ғана жалғанды. Әрі қарай жалғастырайық. I wish, he wishes. Мен тілеймін, ол тілейді. Енді бұл жерде Y әріпі I әріпіне ауысып, S жалғауы жалғанады. Мысалы, дауыссыз дыбыс I try, he tries болып өзгереді. I try, he tries. Y әріпі I-ға айналып, S жұрнағы жалғанады. Дауысты дыбыста Y әріпінің алдында дауысты дыбыс тұратын болса, I play, he plays. С жалғауы жалғанады. Okay. Present simple tense. Affirmative.
Negative questions. Affirmative дегеніміз болымды. You, I, you, we, they. Формуласы. Енді бұл жерде сөйлем құраймыз. I play football, you play football, we play football, they play football, he plays football, she plays football, it plays football. Мен футбол ойнаймын, сен футбол ойнайсың, біз футбол ойнаймыз. He plays football, ол футбол ойнайды. Бұл жерде болымды сөйлемдер. Келесі, негатив, болымсыз сөйлемдер. Формуласы көрсетілген, енді болымсыз сөйлем құраймыз. Бұл жерде I don't сөйлемі қолданылады. Есімдік, сосын don't сөйлемі сөзі қойылады. I don't play football, you don't play football. Бұл жерде ескеретін жайт I, you, we, theyға don't қойылады. He, she, itға doesn't қойылады. Сөйлем құраған кезде, мысалы, I don't play football, you don't play football. Енді he, she, itқа doesn't қолданылады. He doesn't play football. Ол футбол ойнамайды. He doesn't football. Ол футбол ойнамайды. Сонымен қатар question дегеніміз бізде сұраулы. Бұл жерде do, does. Do дегеніміз алдына шығып, кейіннен I, you, we, they және етістік. Окей. Do I play football? Мен футбол ойнаймын ба? Do you play football? Do we play football? Келесі. He мен sheға. Does he play football? Does she play football? Жақсы, әрі қарай болымсыз сөйлемге толығырақ тоқталсақ. I, you, we, they, don't қосылады және етістік. He, she, it, doesn't қосылады және етістік. Окей. Complete the sentences. Negative. Окей. I don't play. I don't play. Мен ойнамаймын. You read. Сен оқымайсың. Бұл жерде сөйлем құраған кезде болымсызға don't сөзін қоямыз. I don't play, you don't read. Мен ойнамаймын, сен оқымайсың. Келесі бізде сұраулы. Сұраулы бұл жерде do сөзі алдыға шығады. Do I play? Сұраулы сөйлемде do I verb етістік қоямыз. Мысалы, do I play football? Келесі. Does he play football? Ол футбол ойнайды ма? Жақсы балалар, сіздерге present simple тақырыбы түсінікті деп ойлаймын. Okay, goodbye.